Армысыздар, қадірменді телекөрермен, арнада мәңгілік ел мұрагері хабары. Бүгінгі кезекті хабарымызға арқау болған кейіпкер электр энергия және ауыл шаруашылық салаларында өзіндік үлесі бар өз саласының білікті кәсіпкері Тобылов Рысбек Садықұлы. Рысбек аға, өзіңізді көргеме қуаныштымын. Ең алдымен өзіңізді кеше жақында ғана өткен 60 жас мерейтойыңызбен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық, қуаныш, бақыт тілеймін. Аға, енді бүгінгі сұхбатымыздың басын ең алдымен өзіңіздің балалық шағыңызға саяхаттан бастасақ. Балдәурен балалық шағыңыз қайда өтті? Орынды сұрақ. Біздің сабақ берген ұстазымыз бар еді, осы жақында келіп осы біздің бір рәсімімізге қатысқан. Сол жігіттік шақтың, ер адамның жасының бір адам баласының 4 кезеңнен тұрады екен деген екен. Бірінші балалық шағы, екінші жастық шағы, өскелең шағы, сосын қарттық шағы дейді. Мен осы тұрғанда жаңағы сұрағыңызға байланысты балалық шақтан бастайды. Мен 1961 жылы осы Тасбөгет елді мекенінде туылғам. 8 наурыз айында әке-шешем осы мейрамды қалай деп айтса екен, тойласын дегендей подарок шығармақ. Осы Қызылорда облысының тумасымыз. Негізі өзімді айтқанда әке-шешем алдымен есіме түседі ғой. Біздің Қорт баба топырағының тумалары, ал анам болса Орынбор қаласының тумасы. Жұптары жарасы осы Тасбөгетте Платинастрой деген мекеме болған. Осы платинаны салатын жылдар, салынған жылдар аяғына таман 52 жылдар табысқан ғой. Содан сол кісілердің ұрпақтарымыз, әкем есімі Садық, шешем есімі Ұлбала. Өзі 5 қыз, 3 ұл тәрбиелеп өсірген. Соның мен отбасында екіншімін. Жаңа осы Тасбөгет табанында нөмір 11-ші орта мектебінде оқыдым. Оқу осы 10-ші класты бітіріп, әрмен қарай өзім өмір жалғасын сол әрмен қарай енді кете береді ғой. Өмір дастан деген сияқты 10-ші класс бітіргеннен кейін Қызылорда политехникалық техникумында оқуға түстім. Сол 78-81 жылы осы техникумның ауыл шаруашылығын электрлендіру факультетін бітірдім. Одан кейін 81-83 жылдары әскери қатарына борышында қызмет етуге шақырды. Москва қаласында сол борышымды өтедім. 83 жылдан кейін еңбек жолым басталды да кетті ғой. Әуелгі еңбек жолым Шиелі аудандық агропром энергиясының мекемесінде электромонтер болып жұмысқа қабылдандым. Одан кейін 84 жылы Сырдария ауданына бөлек осы Шиелден бөлініп сельхознерго мекемесі ашылды. Осы сельхознерго мекемесі ашылғаннан бастап осы 22 жыл осы салада жұмыс істеп келе жатыр. Негізі агропром энерго мекемесінің өзінің жұмыс стиль тәртібі бүкіл Сырдария ауданына қарасты 12 шаруашылықтардың электр жүйесін, сол электр қуатымен пайдаланатын жаңағы сол қызметін айналысатынбыз. Оның ішінде жаңағы әр коровнигі болады, әр қырманы болады, жаңа скважинасы болады. Осылардың ішінде электр қуатымен қандай нәрсе істесе, соған біз қызмет істейміз. Ол енді былайша қазір сіздерге айтқанмен түсініксіз олар. Ол жаңа уақытылы ремонт жасалатын, сол жаңа уход дейді, күтім баптау, оның ішінде сосын жаңағы совхоздың өзінің балансы бойынша қандай құрылыс салады, соларға электр жүйесін тартып беру, осының бәріне біздің мекеме міндетті болды. Осы мекемеде сол 22 жыл жұмыс істедім. Одан бері жаңа тоқырау заманы болып бұл мекеме тарап, сосын өзінің кәсібіме, жеке кәсібіме ауысып кеттім. Сол екі ортада жаңағы тоқырау кезінде бізде электродвигательдерді күрделі жөндеуден өткізетін цех болды, айналысатын. Осы цех 12 жылдай осы салада жұмыс істедім.
Аға, енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, 1981-83 жылдар аралығында әскер қатарында Мәскеу қаласында болған екенсіз. Мәскеу қаласында. Сол әскер қатарында жүрген кезде бір есіңізде қалған қызықты сәттеріңізбен бөліссеңіз. Иә. 81 жыл біз жаз айында шақырылдық. Москва қаласы, Московский военный округ дейді. Сол өзіміздің сол частың нөмірі бар, сол частта. Ол частқа бүкіл осы ТМД елдеріндегі, ол кезде ТМД жоқ, бүкіл республикадан ұлты татар, шешен, Украин, Беларусь, бәр ұлт өкілдері осы соның қатарында болды, құрамында біздің барған кезде. Сол енді мен жаңағы рота командирі болады, сол оқу бітіргендерің бар ма, кім қандай университет бітірді, институт қой кезде, кім техникум бітірді, соны анаяқта мәлімет бойынша алады. Сонда мен техникум бітіріп келгенін білді да, мені сол учебкеге жіберді. Сол жаңағы учебкеге барып, жаңағы білімін жетілдіріп, содан кейін жаңағы объектіге бөледі. Өзім сол свет жағынан болғасын, электрификация болғасын. Москваның бүкіл жаңағы осы жасқа қарайтын мекемелер жаңағы Жуковский академия дейді, сосын жаңағы гражданский авиация СССР дейді, сол гостиница, соларды қандай құрылыс жерге құрылыс салады, соларға бізде менің мамандығым сәйкес келген жаққа дежурный электрик қылып жібереді. Бір кездері сол жаңағы штабқа да болдық, айтып отыр ғой жаңа. Ол енді, ол штаб енді военный воздушный сил деген штаб болды. Сол бір күні ол енді үлкен громад, сыртының бәрі жаңа қарауылдар тұрады, күзет деген солдаттар. Сол енді жұмысын бітіріп шыққан кезде мен жаңағы енді өзім жаңа командировочный немен жүрмін, удостоверение жеке. Сол шығып келе жатқанда енді офицерлермен чеспер амандасасың ғой, қайсы болса да қарамай, мына екі қолыңды құлақ шекеге қойып. Бір мезетте сол мұсылман тектес өзіміздің түрік тілдесек осы кісі деп, бірақ қарамай чеспер өте шықты. Ана подполковник дәрежесіндегі офицер сәл жымиды да чеспер өте шықты. Содан өткеннен кейін есіме сап ете қалды, мынау біздің Бауыржан Момышұлға өте болмайды екен деп. Сөйтсем Бауыржан Момышұл екен, ол сол кезде папақ киген, подполковник сұр шинельмен, сол қызықты сәті сол болды. Сонда ойланам да, сол кезде неге жүгіріп барып екі қолмен амандаспадым екен. Бірақ әскери тәртіп бойынша ондай чеспер амандасасың. Тіпті адамға тікелей қарамайсың. Өзінің лауазым үлкен неге, шенді офицерлерге. Сосын екінші қызығым, біз енді жаңағы өзім служить еткен жасымда комсорг болдым бір жағы. Сол комсорг болғанда бізде қандай да семинар, қандай да жиналыс өтетін болса, барлық округтен шақырылатын жиналыстарға осыған бізді алып баратын. Сол алып барған жылдары жаңағы Кремльді аралатады, площадьті аралатады, жаңағы Менемен Пожарскийдің несі бар, соборы, соны аралатты. Сол қашан барғанда, мысалы қанша рет барғанда да сол біздің Владимир Лениннің жаңағы несіне мавзолейіне бір сәт түсіп еді. Қанша барсаң да ремонт болды. Бір әттеген дейтін жері сол, ал бір жаңағы қуанышты сәтім осы Бауыржан Момышұлын көріп қалғаным. Аға, енді жаңа айтып жатсыз, электроэнергия саласы және ауыл шаруашылық саласы. Екі мамандық бір-біріне ұқсамайды. Неліктен бұл мамандықтарды оқыдыңыз? Бала кезде арман болады ғой, өскенде бір осындай мамандықты меңгерем мақсат болады ғой. Сізде балалық шағыңызда қандай арман болды? Енді жаңағы бұл енді жастық шаққа келеді ғой енді. Мектеп оқып жүріп, мен летчик болам, мен мұғалім болам деген ол кезде кімде қандай арман болады деген білмеймін. Енді мен негізі гидротехник болам, строитель болам деген ішімде шамалы көкейімде тұрды, бірақ сыртқа шығармағанмын. Осы жөнінде мен 10-ды бітіргеннен кейін жаңағы арманмен қуасың ғой, арман қуасың ғой. Соған Жамбыл гидромелиоративтік
институт деген бар тұғын, осы филиалы Жамбылдың, Қызылордада. Соған әуел документін тапсырған, бірақ өкінішке орай екінші сынақта өте алмай қалдым. Бірақ әрмен қарай қаймықпайсың ғой, енді қандай да бір оқуға түсу керек болды. Бұл кездері жаңағы оқуға түсе алмай қалды мына бала деген мектепке бір кір келтіретіндей болды да, өзің жақсы оқыған адамсың, үлгілердің қатарындасың. Сосын жаңағы техникумның екінші потогы бар екен, онда да жаңағы электрикация, сельское хозяйство, ауыл шаруашылығын электрлендіру деген сол факультет қана бос қалыпты. Осыған документ тапсырып түсіп кеттім. Жаңа сіздің айтып отқаныңыз энергия саласы мен ауыл шаруашылығын электрлендіру деген айырмашылығы жоқ, екеуі бірдей. Бізде енді бірақ мекеме жаңағы сол энергия саласы бойынша ауыл шаруашылығын электрлендіру деген мекеменің өз сол саласын қатысты болғаны ғой, электроэнергиясына. Біз енді жаңағы сіздің айтып отқаныңыз мағынасын біліп отырмын. Мына энергия тарататын мекемемен біздің мекеменің айырмашылығы не деп сұрап отқан сияқтысыз. Енді олар тоқ өндіруші, тоқ таратушы мекеме, тораптар. А біздікі күтім, баптау, жаңа обслуживание дейді, сондай жолындағы мекеме. Қазір енді бұл мекеме ешқандай сұранысқа керек болмай қалды. Қазір барлық шаруашылық тарады. Сосын қазір жеке болғанмен бұрынғыдай коровник дейтіндей, жаңағы электроэнергия емес дейтін басқа деген нәрселер олардың бәрі жойылды. Қазір өздерінің мүмкіншілігі жаңа технологияны пайдаланады. Сондықтан бұл ондай нәрсеге керексіз болып қалды. Жаңа ғана өзіңіз айтып жатырсыз, 22 жыл осы салада қызмет атқарыппын деп. Сол қызмет атқарған жылдары Сырдария ауданында басшылық және төрағалық қызметтерінде атқарған екенсіз. Сол тұстары қандай жаңашылдықтар, жаңа тың бастамалар болды? Енді мен мекемеде ешқандай төрағалық қызмет істеген жоқпын. Өзіме тиеселі инженер, жаңағы өндіріс инженері, сосын техника қауіпсіздігі жөніндегі инженер, осы мамандықта жұмыс егердім. Сосын одан кейін бертін келе Сырдария ауданы жаңағы бізде штат дейді ғой, осы штат несі бойынша начальник эксплуатация дейді. Енді бүкіл 12 совхозға жалғыз жаңа басшының мүмкіншілік жетпегесін сол 12 совхоз екіге бөлді. Мына Сырдария мына бетін бір участка, Сырдария мына екінші жағындағы шаруашылықты екінші участка. Сол екі участкінің бірінде участка бастығы бола ауыстым. Содан кейін біздің қосымша жаңағы күрделі ремонт жөндеу шеберханасы болды, жаңа цех. Тоқырау басталып, совхоздардың бәрі тарады ғой. Сол кезде жаңағы осы цех бойынша біз жұмыспен қалдық. Бұл цехқа бүкіл шаруашылық жаңағы аудандардағы сұраныстарға көп келетін. Осыда бір 12 жыл жұмыс атқардым. Жаңағы цех өндіріс басқарушы болып. Жаңағы төраға болып кәсіподақ деген мекемеде кәсіподақ төрағасы болғаным рас. Одан кейін біздің аудан болып тұрған кезінде барлық жаңағы жұмыс осы орталыққа бағындырылған ғой. Сол кезде бізде халықтық бақылау деген топ болды. Соның штаттан тыс өкілі болғаным рас. Осы менің еңбек жолым. Жетістіктеріңізде баршылық екен, аға. Қарап отырсам, төс белгілер де бар екен. Осы жайында айтып өтсеңіз. Енді жаңағы профсоюз комитетінде жұмыс істегеннен кейін, қатысым болғаннан кейін, сосын жаңағы халықтық бақылау комитетінде қоғамдық жұмыстарды атқарған еңбегімді бағаланып, осы былтырғы тәуелсіздік күніне осы ерен елеулі еңбегің үшін деген төс белгіні қатады, ол рас. Одан кейін енді мынау елеулі еңбегімден кейін тағы осы ел ардақтысы дегенді осы 21 жыл кеше ақпан айында ұсынды. Бұл жаңағы бейбітшілік әлемі ауыл шаруашылығына елеулі еңбегің үшін және қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқандығың үшін деп осы ел ардақтысы деген төс белгіні берді. Қазіргі таңда жеке кәсібіңізбен айналысудасыз. Осы кәсібіңіз туралы айтып өтсеңіз. Жаңа енді қазір
әр адам өзінің мүмкіншілігіне қарай, қабілетіне қарай кәсіп істейді ғой. Мысалы, оқып, соны өмірге жарата білу керек та. Әрине. Бізде сол енді әлі сол тоқыраудан кейін бізде тоқтап қалған жоқпыз. Тоқыраудан кейін бөлініп, осы бұрынғы істеген жұмысым маған енді біраз тәжірибе жинақтадым ғой. Соны неге өзімше кәсіп жасамасқа деп сондай бет бұрдым да 2005 жылдан бастап жеке кәсіпкер болып өзім жаңағы немді аштым, мекемемді. Салық төлеуші ретінде төлемгермін, салық төлемгермін. Сосын енді жұмысым жаңағы мекеме, шаруашылық, солардың жаңағы электр қондырғылармен істейтін жаңағы жұмыстарын, соны ремонттаймыз, электродвигатель дейді. Күрделі ремонт жұмысы, қызмет ол былайша айтқанда. Сол. Аға, енді қызметіңізден бөлек отбасы тақырыбына көшсек, кеше жақында 60 жылдық мерейтойыңызбен қоса Шолпан анамызбен отау құрғаныңызға биыл 38 жыл сынап той екен. Соны да атап өттіңіздер. Алла бұйыртса, алдағы уақытта жақсы тойды да тойлау ойларыңызда бар. Анамызбен қалай таныстыңыз? Сол қызық болып тұр маған. Жолдасым Исмайылова Шолпан екеуміз әрі сыныптаспыз. Ол сол мектеп бітіргеннен кейін ол Талдықорған қаласына кетті, мен Қызылордаға қалдым. Сол жылдары хат жазып жүрдік. Мен армияға кететінде ол уже оқуын бітіріп келіп, уже маман ретінде жұмысқа орналасты. Сол кезден сөзіміз, уәдемізде тұрып, жаңағы армияға кетем, күтесің ба дегендей болады ғой. Сосын сол 2 жыл борышымды өтеп кетілгеннен кейін осы Шолпанға үйлендім. Қазір өмірлік жарым, бірнеше баланың ата әжесі, немерелері бар, сүйіп отқан. Сол екеумізден үлкені қыз, екінші ұл, одан кейін қыз, екі қыз, бір ұлымыз бар. Жаңағы үлкен қызымыздың тұрмыс құрған, Асылбек деген күйеу баламыз бар. Олардан Дана, Қожа Ахмет, Динара Айсәулет болады. Одан кейін өзім осы шаңырақтың егесі Әлиасқар, келіншегі Гүлмира, ол ұстаз. Осы біздің 264 мектепте. Олардың да Құдай берген балалары бар. Нұрдәулет, Бағдәулет, Алина. Одан кейін кенже қызым Фарида, жолдасы Ерхан Ақтөбе қаласында тұрады. Олардан Ақсұлтан, Хансұлтан, Қасымхан екі ұл туады. Өйстіп ұрпақ жайып. Кәсібіңізден бөлек бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бір сүйікті ісіңіз бар ма? Енді біз енді адам болғасын, әке шешесін еске алмай, ешкім отыра алмайды ғой. Сол кісілер қандай болды, жолдары қандай болды деп, біздің өзімнің әкемнің әкелері Бесағайын екен, жаңа айттым ғой. Құба Қорқыт ата топырағының тумалары. Осы 5 шал, осы менің аталарым. Бесеуі де соғысқа қатысқан. Бірақ 5-ші жаңағы безбестей пропавший дейді ғой. Сол соғыста 18-ге толмай аттанған деп әжем айтып отыратын. Белгісіз болып кетті. Сол сурет жоқ, орнына мынау не қойдық, орден. Осы аталарымызға аманат деп Шымкентте тұратын өзімнің үлкен апам бар. Сол екеуміз бірлесіп осы кітап шығардық, ата-аналардың несіне ұрпаққа аманат деп. Ішінде өзлерінің өмір тарихы, сосын өзінің балдары, сосын немерелері бәрі. Солардан естелік болсын деп осы кітап шығардық. Одан кейін оларға арнайлап аста бердік. 2017 жылы. Одан кейін өзіміздің папам мен анам, бұларда папам жаңағы не деп айтады burada, социалистік жарыстың жеңімпазы еді. Сосын 3-5 жылдықтың екіншісі ВДНХ-ға қатысушы, сосын жаңағы за работу без аварии деп
осындай бір төсбелгі болады, жаңағы машинаға өзі автокөлік жүргізуші болған ғой. Осыған жақсы қарағандық үшін жылда сол ремонтсыз тұрып қалмай уақытында жұмыс істеген үшін осындай төсбелгі береді екен. Сосын 91 жылы пенсияға шығады. Ал мына шешеміз бағана сөздің мәнісінде айтып кеттім барысында, Орынбор қаласының тумасы деп, осы жаққа сол 52 жылдар келген кезде Платинастрой деген мекемеде жұмыс істеп, содан кәдімгі қатардағы жұмысшыдан бригадирлікке көтерілген. Өзі сол 67 жасында коммунистік партияға кандидат болады. Одан кейін Сырдария аудандық советке депутат, қалалық советке депутат болған. Сосын ерен еңбегі үшін медалдармен марапатталған екен. Осындай абыройлы кісілердің бағыштап Құран оқыттық ұрпақтары. Сосын жаңа мына кітапта айттым аталарымызға деп. Қарап отырсам, жазудан тысқары емес екенсіз, кітапта басып шығарған екенсіз, жазған өлеңдеріңіз де бар екен. Осы кітаппен өлеңдеріңіз жайлы айтсаңыз. Енді былтыр бүкіл елімізге белгілі жаңағы карантин болды ғой. Үйден шығуға тыйым салған уақытша, мына жаңағы ауру басылғанша деген кезде біз енді қарап жатпадық, шын айту керек. Соған бір жолдас бірге сыныптас қыздарға хабарласамыз ғой, қалай жағдайың деп. Сонымен көрмегенімізге бір 40 жыл болған ғой. Қазір қай жылы үйлендің, күйеуің кім, ұруы қандай, неше балаң бар, соның бәрін түртіп жазамын ғой. Сол ойланып отырып, ақыры бос тек телевизор ғана көріп, кітап оқисың. Осындай бір дүнияны жазайыншы дедім да. Сол өзімізде кіргені бар, шыққаны бар, 46 оқушы бар еді. Соның барлығын бір жылдай жүріп жинап, осы февралдың аяғында осы кітапты, сағынышты жылдар деген кітапты шығардық. 68-78 мектеп түлектері. Сонда өзіміздің класс жетекшіміз бар еді, соны қатыстырып, сосын біздің 11-ші мектептің ең алғашқы түлегі ағайымыз бар. Завуч болып өтті. Завуч болып бастады, завуч болып бітірді. Өзі математик. Сол кісіге алғыс сөз жаздырып, сол кісіге тұсауын кестірдік осы ағаға. Осы мына кітабымыз ішінде жаңағы сіз айтып отқан рас, арасында қарап отырмай жаңағы арна өлеңдер, сондайларды бір сәті кетіп қалғанда шығарғаным рас. Сонда мынау ең әдепкі бір өлеңімді 26 апрельде шығарған екенбіз. Енді осы кітапты жазып, ішіне естелік жазу керек болды. Әркімнің осы барлық жолдастарым жақсылығын, сосын өзіне тиселі жаңағы жұмыста берген марапаттарын, сосын осы кезекте біздің осы сыныптастардың ішінде қайтыс болған құрдастарымыз да бар еді. Сонда қасымда отыратын, бірге бітірген, бір парталас болған жолдасым Сәрсенбай деген жолдас жігітім барды. Сыныптас. Өзі аңқылдақ, сондай бір артық кемі жоқ, сондай жігіт еді. Сол жолдасыма арнаған оны бір екеуміздің арамыздағымыз, жолдастарымыздың арасында аратын әзіл әңгімеміз де бар еді. Өзі ағаш шебері болатын. Сол біздің мына Тоқырау кезінде аэропорттың алдында алаңқай бар тұғын, сонда цехы болатын. Жылда жаңағы мына біздің газ келмей тұрған уақытта бізде дровотход дейді ғой, ағаш өнімдерін. Сол ағаш өнімдерін соған звонить етіп, телефон сотка жоқ, жаңағы үйдегі домашниймен или жұмыстағы. Ай, Сәрсенбай, маған сондай қашан барам деп, өзім айтам деп, бір күні звонить етіп, келе қалды деп. Сонымен жұмыстан машинамды алып, жаңа бармайын ба? Сөйтсем жаңа ағаш жонатын цех қой енді, есік терезе жасайды. Сосын өзі соның меңгерушісі. 4-5 адам бар, жігіттер қоя тұрыңдар жұмыстарыңды. Мына менің жолдасым келіп 10 жыл бірге отырғанбыз деген ғой. Соның бәрі сөндіп, сосын жаңа Сәрсенбай досым қазымен ішке барып шай қоя беріп, мыналар тие береді, шай қайнаға шақырам деді. Соны сыртта тұрып, ана 4-5 бала жаңа жұмысын қойып, енжар қимылдап жатыр ғой, тиіп. Біздің бастық сотталған жоқ сияқты. Аға қай жерде отырдыңдар дегенсер, содан не айтарымды білмей күлдім. Күлкім естіліп жатыр ғой Сәрсенбай деген жолдасыма. Сол жаңағы өткелден атып шықты ғой. Не болды, неге келдің? Жұмыс істемей жатыр ма, айтқан істемей жатыр ма деп айқайлап жатыр. Жоқ, мыналар қай зонада отырдың деп жатыр деп. Соған ай тәлен деме.
қаяқтағы зона, біз 10 жыл бір партада отырдық деген ғой. Содан аналар күліп отыр. Соны жолдастарым айтып келгем, қыран төпен болып күліп, сол жолдасым марқұм болды былтыр. Сол досым еді, сол досыма бір арнау айтқам. Досым менің кереметтей жан еді, таза мінез жүзінде нұр ойнаған. Жайма шуақ уақыттарда қалжыңдап, әзіл айтып көңіл сөзін сыйлаған. Сыйласқанда жанға жара салмаған, оғаш мінез соңында сөз қалмаған. Әрқашанда тілекші болып жүретін, кездескенде жақсы оймен сырласқан. Кете бардың арамыздан себепсіз, жатқан жерің жайлы болсын демекпіз. Қия алмай көп достарың қиналды, қимастықтан көз жасында тия алмай. Деп осы досыма осындай арнау айтты. Біздің былтыр қиындау жыл болды дегенмен, сол бірінен соң бірі 3 жолдасымыз қайтыс болды. Сонда достардың бәрі мұңайып, бұл қалай болды деп ойға келді. Содан бір тағы бір достарыма бір арнау айтқам. Мұқамаңдар достарым, кетсе де қимас жандарым, өкінгеннен не пайда Алладан келген пәрменге. Қимастықпен айттық сөз, иманы болсын салауат. Әбіржеп қанша қалсақ та келмейді дүние айналып. Жұбатар сөзде қалмады, бірінен бірі кеткесін. Ақырын берсін әр істің, дұғада болсын әр кезің деп осы жолдастарымды жұбатып айтып шақырдым. Қазіргі таңда қанша өлеңдеріңіз бар? Енді баса 20-дан асып бара жатыр. Пандемия уақытында осы өлеңге деген шабытыңыз ашылды. Хоббиім осы болды. Ол рас. Сондай жаңа жеңгелеріме арнағам, құрдастарға арнағам, неште бір құрдастардың нелеріне аударған едім, жолдастарына. Достардың дос қадірін білу керек, достарсыз дүние бос сезу керек. Достардың жұбайлары құрдасымыз, риясыз оларды да сыйлау керек. Қыздардың да жұбайлары бөтен емес, оларсыз өмір сүру мүмкін емес. Ойласақ та бірге ойнап жүрейікші, жарқырап әзіліне күлейікші. Туған күн иесіне құтты болсын, көңілдер әрқашан жарқын болсын. Алладан не тілесе қабыл болып, достардың көптілігі шашу болсын депті. Сондай. Аға, енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе, мереке қарсаңында телекөрермендерге өзіңіздің жылы лебізіңізді арнасаңыз. Биыл енді мынау наурыз басталды. Наурыздың әдепкі күні, әрине халықаралық әйелдер күні. Біздің аналарымыз, біз қарындастарымыз осы мейрам құтты болсын. Аналар болмаған жерде бізде болмас едік. Әрқашанда аналарымызға мың тағзым етеміз. Одан кейін мына жеріміз көктеп, көгеріп келіп жатыр. Наурыз мейрамы біздің қазақ халқының бүкіл түрік дүниесінде 22 наурыз ең ұлық мейрам. Осы ұлық мейрамымыз құтты болсын. Дендеріңе саулық берсін, отбасыларыңа береке, бірлігін берсін. Одан кейін биыл уже біздің тәуелсіздігіміз келе жатыр 30 жыл. Осы 30 жылдық тәуелсіздігіміз әрқашанда нық болсын, бекем болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігімізге де арнап бір шумақ жазып едім, оны да оқып жіберсін. Енді өзім Тасбөгеттік болғасын, Тасбөгетке арнап бүкіл негізі бүкіл қазақ халқына шығарылған нәрсе ғой. Нұр тасыған, кемелденген Тасбөгет, 30 жылда жалындаған Тасбөгет. Тәуелсіздік арқасында теңелдік, жайма шуақ күндеріңмен Тасбөгет дейді. Сосын дамыл таппай сатқарған шаралар, свет суың газың да бар кентімде, шығара алмас жоққа оны әркімде. Қолдайтында, қуаттайтында халқың бар, жаңашылдық ұйытқысын дәріптер. Тіршілікпен тірліктері жарасқан, еңбекпенен күн кешуде сеніммен. Құтты болсын тәуелсіздік күндерің, туын тіккен егемендік ел үшін. Ерлігіміз, елдігіміз бірлікте, болашаққа ұмтылыңдар бәріңде. Аға, бүгінгі сұхбатыңызға тағы да алғысымды білдіремін. Құрметті телекөрермен, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман болыңыздар.